бәрібір сол кішкентай Жанеркенің арманын орындағым келеді. Мен ақша түсіп жатты, мен бірақ жылап жатқан моменттерім болды. Енді телевидениеға кетемін деп жатқан кезде мен тұрмысқа шықтым. Сол кезде журналистиканың айлығы 120 мың болатын. И жолдасым айтты, что мынау дұрыс емес. Сөйтіп өзімді бақытсыз сезіндім, жыладым. Бірақ қиын моменттер болды енді, иә. Сіз қанағаттандырдыңыз анаңызды. Но іштегі Жанерке қай кезден бастап өзіне қанағаттана бастады? 38 жасымда өкінбес үшін мен бәрібір телевидениеға ораламын деп. Бірақ осы жерде айта кетейін, мен анамды кінәламаймын ше. Дер кезінде түсіну және де өз арманыңа қиянат жасамау керек екен. Ауылдың балалары бәрібір еркін да. Бір басқаша ойлаймыз. Өйткені біз еңбек етіп өстік. Есть цена моего успеха деген нәрсе бар ғой. Енді осы Жанеркенің успехының ценасы қандай? 2022 жылы полностью белім отказ берді. Екі аяқ істемейді адам былай қарай. Әлем астан-кестен болды ше, мен жыладым да. Мен не істеп жүрмін дедім. Ең маңыздысы андай да. Тым үлкен жол уже жүрілді. Артқа қарауға жол жоқ та. Қатені менен көре бермей, айнаға да бір қарасай дейді да кетіп қаладыға болды ғой. Түсінгенім, әйел болу оңай емес қой. Сол үшін сіз жалғыз емессіз. Бисмилlah. Сәлем. Бұл Лаула подкастының кезекті эпизоды. Және бүгін менде қонақта Жанерке Сейфуллина. Сәлем. Сіздің менің шақыртуымды алып Лаула подкастына келгеніңізге үлкен рахмет. Бұл подкастта біз дәл қазір лаулап жүрген, лаулауға өз-өзіне рұқсат берген тұлғалардың қалыптасу жолы, олардың басынан өткізген шытырман оқиғалары, қиындықтары, ішкі кухня, опыт пен жопыт жайлы сөйлесеміз қысқасы. Бүгін бізге сіздің осы жолдағы үлкен опытыңыз өте құнды болып тұр. Және де қазір жүрек деңгейінде сізбен тілдесіп, осы бір әдемі смыслдарды шығарамыз деген үміттемін. Как настроение? Күшті. Керемет па? Ендеше, ең бірінші, сіз Жанерке Сейфуллинаны кім деп өзіңіз позиционировать етесіз? Сәлем тағы да Лаура, рахмет шақыртуыңа. Жалпы формат бәрі әдемі. И подкасттың есімі де күшті екен, атауы да Лаула деп тұрғаны шынымен де. Барлық адамға, әрбір адам өз тарихы бар, әрбір адам өзінің өмірінен кітап жазуға болады дегендей. Сондықтан шақыртуыңа рахмет. Жалпы Жанерке Сейфуллина деген менің ойымша енді бьюти инфлюенсер деп айтушы едім. Өйткені қазақ қыздары сонау деп қояйын да, енді Google'дан бетімізге қияр жапсырамыз деп кір сабынмен жуып жүрген кезде сол бір кішігірім қазақша әдемі контентпен қазақ тілде жетіспейтін ақпаратты халыққа жеткізіп, көп қыздардың саналы тұрғыда өзіне күтінуге, жалпы өзіне қарауға, өзіне махаббатқа бөлуге деген бір ниетін ашқан адам ретінде енді өзім санаймын. Енді халық солай айтып жатыр, былайша айтқан кезде, бәрі солай таниды. Осылай деп атаушы едім. Кәсіпкер деуге болатын шығар, бірақ мен өзімді аса бір әзірге кәсіпкер санамаймын. Бьюти индустриясында лаулап жүрген инфлюенсер. Десек болады. Бьюти болмаса не болатын еді? Бьюти болмаса ма? Бьюти болмаса мен сол тележурналист болатын едім. Сол бағытта. Негізі мектеп бітірген кезде, деп историяға кетіп қалған дейді сразу. Қазір мен жоқ, тоқтаңыз, одан да артқа деп қойын да. Негізі ес білгелі бері 5-6 жасымда мен Опра Уинфри сияқты боламын деп айтатынмын. Сол кезде менде четкий өзімнің болашақта кім болатынымды білетінмін. И жаңалықтарды бала үшін жаңалық қарау өте скучный ғой, бірақ мен сол дикторларды қатты ұнататынмын. Өздерін ұстау, ақпаратты жеткізуі деген сияқты. Екінші сыныпта Сәбит Мұхановтың Ботагөз романын оқып тастап, Абай жолын оқып, сөйтіп басқаша болып жүретінмін да. Өйткені ұнайтын, өлең шығарып деген сияқты. Сол диктор боламын дедім, алайда бірақ осы уақытқа дейін сол арманымды бір кәсіби тұрғыда жүзеге асыру мүмкін болмай келатыр. Өйткені кедергі көп, былайша айтқан кезде. Мектеп бітірдім, IT университетіне журналистикаға түстім, қыздар университетіне грантқа түстім. 2 грантты таңдау барысында, енді ол кезде ата-анамыздан фильтр жоқ, анамды тыңдап, мен мектепте неміс тілін оқыған едім. Сонымен қыздар университетіне түстім, IT-дағы журналистика мамандығым күйіп кетті гранты. Сөйтіп өзімді бақытсыз сезіндім, жыладым.
бірақ қиын моменттер болды енді, иә. Сөйтіп жүріп қыздар университетінің президент болып кеттім, активист болдым, маған скучно болды да ол жақта енді оқу деген сияқты. Бірақ бәрібір де сол 2-ші курстың аяғында журналистикаға қайта кеттім ғой. Вот история қысқаша айтқан кезде, бірақ тележурналистика емес, тағы да сол газет, журнал шығару, сайттардың редакторы болу, андай серый мышь сияқты сыртта жүрмін да. Бірақ мен өзім іште потенциалымды, өзім орнын білемін да, қайда екенін. Білуімше сіз ауылдансыз. Иә, мен ауылдан. Ауылдансыз. Қайдан білесіз ол жақта Опра Уинфри дегенді? Енді 4-5 сынып кезінде. Неге телевидение кезінде ол кезде көрсететін еді ғой. Әртүрлі шетелдік бағдарламаларды деген сияқты. Сол прям енді 90-шы жылдар туылған жоқпыз ба? Имеется в виду андай, мысалға интерес көп болды. Интерес көп болды. Қыздар даже қарамайды да ғой нәрсені, қызықпайды да деген секілді. Амбиция солай болып тұрған шығар деп ойлаймын да. Иә, амбиция тұр да. Бірақ почему-то сол кедергі ше үнемі. Или мен миымнан ба, я не знаю. Сол енді журналистикада жұмыс істеп жүрдім. Қыздар университетін красный дипломға бітірдім. Мамам айтты, міне для галочки деген сияқты. Сен үшін міне бітірдім деген сияқты. И сонымен енді телевидениеға кетемін деп жатқан кезде мен тұрмысқа шықтым. Сол кезде журналистиканың айлығы 120 мың болатын. Таңнан кешке дейін пахать етеміз, сайтта отырамыз, осылайынан жазып отырасыз. Новостной больше жазғансыз ғой, получается, да? И жолдасым айтты, что мынау дұрыс емес. Сенің еңбегіңе татымайды. Енді ол кісі бәрібір мышлениесі кең, андай найымда жұмыс істемейді. Ол уақытта уже қаншама бизнестарды ашып тастаған, ресторан бизнес деген сияқты тәжірибесі мол да, оның бэкграундымен менің бэкграундым. Сөйтіп айтты, келмейді деп. И аса бір енді сайтта өйстіп жұмыс істеуге менің де бір ниетім болмағандықтан оңай бас тартып кете салдым маркетинг жағынан. Маған ана момент еще қызық болып тұр. Университет кезіне қайттан бір оралсақ, сіз жаңа айттыңыз, негізі сіздің жүрек қалауыңыз сонда да ана журналистикаға о бастан барғысы келген еді ғой. И енді сол бір моменттер сіз үшін андай анаңызды тыңдап, хорошая девочка болып, айтқанын істеп, сіз қанағаттандырдыңыз анаңызды. Но іштегі Жанерке қай кезден бастап өзіне қанағаттана бастады? Өзінің қалауын орындай бастады? О, әдемі сұрақ. Күшті ұстап алдыңыз, кәдімгідей бар ғой. Қашан дейсіз ба? Оны әңгімені жаңа бастаған аяғын ұмытып қаптым бар ғой. Жас келіп жатыр деп қоясыз. Қай кезде? Инстаграмға шыққанда. Қашан шықтыңыз? Инстаграмда 2021 жылдың басында шығып бастадым мен. Алғашқы сол февраль айында бастадым, ақпан айында. Мартта уже бізде 50 мың тірідей подписчик болды ғой. Андай іште жиналып қалған нәрсені тері арқылы, контент арқылы беріп, мен ана ақпарат адамдарға пайдалы болып жеткізіп, менде еще креатив жағы күшті да, подача, видеоны қалай жасаймын, қалай істесем болады, қандай офермен ұстап алам, текст деген сияқты, бәрін өзім жасаймын, монтаждап деген сияқты. Сол кезде мен ішімде бір мынандай дырка дейді ғой, жабылды ғой. Я мен өзім орындамын деген сияқты ше. Я мен халықпен жұмыс еді ғой менікі, халыққа көріну еді ғой, пайдалы болу еді ғой деген сияқты. Вот сол кезде менің ішімде өзіме деген ризашылық пайда болды. Бірақ осы жерде айта кетейін, мен анамды кінәламаймын ше. Ана деген ол бәрібір баласына жақсыны ойлап тұрады ғой. Бізде де ол кезде фильтр жоқ деген сияқты. Мысалы мен мектепте ауылда неміс тілін оқыдым. Мен бәрібір ағылшын тілін меңгеріп алдық қой кейін. Вот видите, и бірақ сен вдруг ағылшын білмей қаласың, ол университеттен құлап қаласың, лучше мына жаққа оқи бер деген сияқты нәрсемен кетті да. Бірақ ол үшін анама рахмет айтам, өйткені қыздар университетінде оқып, мен өмірімде өте үлкен лидерлік, басшылық, тіпті Қазақстан президентімен жыл сайын делегат болып, Алматы қаласы жастарының атынан кездесу деген сияқты басқа қырларымды аштым. Хайыр бар. Конечно, да. Біздің анамыз да, это же она от большой любви хочет направить нас туда, куда она хочет. Но бірақ ол жол не всегда бізді бақытқа алып барады да. Сол нәрсені дер кезінде түсіну аса маңызды. Дер кезінде түсіну және де өз арманыңа қиянат жасамау керек екен. Мен осы 2023 жылы былтыр қараша айында Астана қаласынан Қалекен театры келді. Сол жерде Қыз жібектің драмасын қойды, опера сияқты келген мюзикл. Соны көріп отырып, әлем астан-кестен болды ше. Мен жыладым да. Мен не істеп жүрмін дедім ғой. Мен не істеп жүрмін мына бизнеста, мен Инстаграмда не істеп жүрмін. Я Инстаграмда белгілі бір деңгейім жеттім, белгілі бір деңгейге жеттім, ішімдегі нәрсені жаптым, бірақ что дальше? Уже оңай болып қалды да, ананың барлығы ше, уже повседневный бәрі.
Что сол дальше? кезде барып мен жыладым. Мгм. Так, менің Ответ жасым келді ма? ответ келді. Менің жасым 28-де, ертең 38 жасымда өкінбес үшін мен бәрібір телевидениеға ораламын деп. Телевидение кәдімгідей. Аха. Кәдімгідей өзіңнің бағдарламаң болуы, Аха. YouTube подкастың болуы, одан кейін бәрібір сол кішкентай Жанеркенің арманын орындағың келеді. Мгм. Жаңалықтарға шығып, кәсіби, кәдімгідей мықты диктор болу деп. Маңызды емес ол маған көп ақша алып келе Маңызды ма, емес, алып келмей маңызды ма? емес. Бірақ уже Галочка хочется поставить, да, Я галочку? көргім келіп тұр да. Өйткені білесің ба, Лаура, енді брендте жүрміз, ақша деп, шетел, иә, бәрі бар ғой, Аллаға шүкір қазір. Мгм. Бірақ оның бәрі сенің ана бала арманыңдай бақыт етпейді екен. Мгм. Мен ақша түсіп жатты, мен бірақ жылап жатқан моменттерім болды. Вообще, кто я деп ше. Мгм. Прикинь? И там күйеуің бәрін жасап жатыр, ойбай, десең, мә деп, бүкіл бренд тыңдап беріп шетел, бірақ бәрібір де депрессияда жатқан моменттер. Неге дейсің да? Сол кезде түсінесің да, что сен өзің бала арманыңа қиянат жасадың, давай тұр, езіліп жатпа, все уже, істе. Негізі адамда ниет болса, мүмкін емес нәрсе жоқ қой. Иә. Сөйтіп, былтыр қазан айынан бастап Жүргенов атындағы өнер академиясында өте мықты профессор бар, сахна тілінен ұстаз, қаншама жұлдыз журналистердің ұстазы Мұрат Әбзелбаев деген кісінің сабағына жазылдым. Сахна тілінен өттім, одан кейін уже ревьюға ұсыныс шықты. Beauty News деген бағдарламаны жүргізіп, ол ұсынысты алып қабылдап жасағаннан кейін прям жандым ғой, айта алмаймын. Өліп, депрессиядан Ақша бермеген энергияны сол берді десеңізші. Жанып кеттім, шынымды айтайын, Лаура. Мен өзімнің өмірімде бірінші рет өз тарелкамда екенін түсіндім ғой. 2 сағаттық съемканы 20 минутта бітірдік. 1 айлық съемканы. И бүкіл режиссерлар таңғалды да, қалай деп ше. Өйткені сен өзің жақсы көресің, ақша келмесе де сен уже жанып тұрсың. Сен өз орныңдасың десеңші. Орныңдасың, иә. Сол ке. Бірақ осыдан кейін ұсыныс бастады Шымкент телеканалынан жаңалықтарға диктор болуға, Ташкент қаласынан прямой эфир жүргізуге. Қаз қабылдап жатырсыз ба оларды? Сол жаққа көшіп бару керек болып тұр. Ол кішкене ыңғайсыз. Сол үшін мен өзіме бүйтіп айттым, так, Шымкент емес, Ташкент емес, Жанерке уровень көтереміз мида. Алматыдан сол жолда. Вау, күшті, вообще керемет. Я бағанасы өте әдемі тақырыпты көтердіңіз. Бізге шынымен де ішіміздегі отты лаулататын ол кішкентай кездегі бала армандар. Потому что біз бала кезімізде біз шексіз болдық қой. Мы мечтали обо всем. Потому что біз өзіміздің шынайы қандай адам екенімізді мүлдем білмедік та ол кезде. Басымызда ешқандай шектеу болған жоқ та. Ал өсе келе қоғамдағы неше түрлі ойлармен, қоғамдағы қалыптасып қалған менталитетпен біз и плюс өзімізде бармыз ғой, еріншек, үйде жататын, ленивая. И осындай адамды қарайсың, мысалға, қазіргі Лаура ол өскен Лаура. Ол өз-өзін бағаламауы мүмкін. Иә, ол өзінің себебі еріншек екенін білет, кейде сөзінде тұрмайтынын білет, кейде жалқауланып қалады да. Бәрімізде бар. Иә, ал анау кішкентай Лаура ол сондай ерік, андай ессіз өз-өзіне сенген еді да. Шын мәнінде менде осындай бір үлкен прилив сил осы фильмді түсірген кезде болды. Потому что мен тоже актриса болғым келеді. Актриса, бағанағы диктор, журналист, өңкей сондай жаққа қарай ұшып кетіп қаламын ғой. Сөйтіп, бірақ маған ата-анам да білген жеріңе түссең түс, главный грантқа түс деді. Главный бізден ақша сұрамасаң болды деді ғой. Но мен енді ондаған түсе алмадым вообще, потому что ол жақта конкуренция да көп. И алдында вообще басқа салаға кетіп қала салдым. И когда осы бізде фильмнің ең бірінші съемочный күні мен мына нәрсені түсіндім, мен өз арманымды өзім сатып алып жатыр екенмін ғой деген. Мен актриса болғым келді, бірақ мен актрисалыққа оқымадым, мені ешкім шақырмады, мен ешқандай продюсер көрмеді. И қазір мен өзім и продюсер, и актриса болып, өзім арманымды орындап жатырмын. Әдемі ғой, достойна. Иә, мынау арманның әдемі жабылуы емес па деген менде сұрақ туындады да сол кезде. И осы жаңағыдай айтқан энергия, осы жаңағы айтқан драйв, именно осы бала армандарды біз таптап барып бір бұрышқа тығып қойған кезде емес, солны ашқан кезде, сол кішкентай қызды ішімізден шығарған кезде да болатынына мен прям осы кезден кейін көзім жетті. Күшті ойнадың, Лаура. Өте керемет. Айтпақшы, сіздер көрдіңіздер ғой достарға арналған неге. Жабық
жабық көрсетілімге бардық қой біз. көрсетілімде. Актриса ма деп ойлап қалдым. Прям жылаған кезде, эмоцияны берген кезде бүкіл камераның сыртынан прям лап етіп жетті жүрекке ше. Актриса ма деп ойлап қалдым. Шынымды айтайын, кәсіби актрисадан кем емессің негізі бар ғой. Кино вау дедік бар ғой. Әсіресе мюзикл форматында билеп басқаша басталған кезде бірден что-то жаңалық бар деп үйтіп алдым ше, кәдімгідей бар ғой. Сондықтан молодец, мен ойлаймын, Как вам? арманыңды орындаудың өте бір жоғары достойны түрі деп ше. Жақсы. Сен сияқты кіп кішкентай 21-20 жастағы қыздың осындай үлкен 23-22. Окей. Жарайды, ол кезде 21-де болдың ғой. Мен помню, Инстаграмда 21 жас деп жазылып тұрған. Біз танысқан бірімізге подписаться еткен кезде ма? Ол сондай шығар. Білмеймін әйтеуір. Соны ойладым да, мә деп. Вот это уровень деп ше. Осы деген деңгей деген сияқты. Бар ғой, бүйтіп ойлап қаласың да, сразу адам өзімен салыстырады, мен 21 жасымда не істедім деп ше. Керемет дейсің да, өзіңнен кейінгі енді кішігірім болса да, бірнеше жас болса да айырмашылық бар ғой. Вау деп қол шапалақтайсың ше. Ол әрбір қыздың қолынан келе бермейтін дүние, өйткені қаншама еркектер бар, 21 жастағы балалар бар, өзін басын алып жүре алмайтын. Ал сіз мына жерде кәдімгідей кино түсіріп тастап отырсыз да, өзің өмір жайлы ше. Бірақ мен миыма кірмейтін нәрсе болды. Мен что дедім да, типа басында мынандай болды, 21 жаста өзің өмірің жайлы кино түсіру деген сияқты сынау болды да, негізі шынымен болды. Деген сияқты бар ғой. Это реально болды, ол любой адам ойында болады. Андай қабылданбайтын, қоғамның мынандай бір системасына кірмейтін нәрсе да, ол что-то шаблоннан тыс зат ше. Сол кезде вау деп. Көрейік ал не болады екен деп. Ол болады ғой, по-любому ше, қалай болады екен деген сияқты. Ондай болды ма, мойындаймын, 50% супер деген нәрсе болды ше. И көрдік, достойно, әдемі, ашылуының өзі өте жоғары, өміріңді жеткізгесін, и өзіңнен кейінгі жастарға үлгі боларлық фильм деп айта аламын. Вау, көп рахмет. Ал енді мен сізден спойлерсіз топ 3 алған өзіңіздің жеке инсайттарыңызды сұрасам бола ма фильмнен? Фильмді көрген кезде енді бәріміз ауылда өстік қой. Ауылда өскен кезде енді ата-анамыздың көңіліне қарадық. Кейбір моменттерде болды қиялдап, қырға шығып кетіп, өзіммен сөйлесіп, сол кезде мен өзімді көрдім. Өзімнің балалық шағымды көре алдым деп ойлаймын. Сонысымен маған өтті ше, біріншісі. И ауылдың балалары бәрібір еркінді, бір басқаша ойлаймыз. Өйткені біз еңбек етіп өстік. Вот осыны айтқым келеді ше. Еңбек еттің ғой, Лаура, айтшы, енді бәрібір де қалай айтсам болады. Бір нәрсе саттың ба кішкентай кезіңде? Сатып кішкене бір көрдің ба бала кезіңде? Ондай болған жоқ па? Өтірік па? Менде мысалы болды да, ауылда мысалы біз көшеде алма саттық. Кәдімгідей мен үшін ең ол травма алған моменттер ше. Сол үшін мен сатуға жоқпын, курс сатпаймын сол үшін. Өте бір отказ алған моменттер болды. Ең алғашқы өмірдің ащы кездері десең да. Мен еще мектепте старостымын ғой, жаңағыдай. Отырмаймын дейсің ғой, шығып деп ше, мен тасып беремін, бірақ отырмаймын деп. Біздің бақшамыз үлкен болды да. Алмалар түсетін, ысырап болмасын деп мамаларымыз шығартатын біріншіден, екіншіден әдейі өмірді көрсін дейтін. Жалпы айтайын дегенім, айтады ғой енді мысалы, Жанерке ауылдан шықты, қарапайым деген сияқты ше. Қарапайымдылық бар, бірақ қарабайыр емеспіз да. Бірақ қиындықты көрдік. Бірақ ондай бір қиындық деп айта алмаймын. Алма да саттық, поляға да шықтық бала кезімде. Бірақ ата-анамыз көрсін, еңбекті білсін, барды жоқшылықты білсін деп әдейі шығаратын. И содан бір осознанно бала кезінен есейіп кетесің что-то. Сондай. Өскің келеді, бұдан да лучше өмір сүргің келеді деген сияқты бір ішіңде потенциал пайда болады. Сол нәрсе сенің ішіңде лаулатады. Сол нәрсе сенен барлық көпшіліктің ортасынан мықты болуға итермелейді ше. И осы нәрсені мен көрдім өзім бала кезімнен. Сенде де бір киноңда бар ғой, бір қиындық моменттерді көрсеткен, бір өміріңде ата-анаңның өмірін өзгертіп тастағың келеді, түнде жатасың, кәдімгідей армандайсың, не істесем болады деген сияқты ше. Енді сен қай жылғысың, Лаура? 2001. Содан кейін шығар, может, біз сияқты моменттерді көрмедің. Бірақ бізде сондай момент болған. Маған сол нәрсе өтті. Еркін ойлай алу, армандау, жақсы өмірге ұмтылу, ата-анаңа күшті өмірді сыйлау деген сияқты. Сол нәрсе маған өте қатты инсайт болды. Кең армандай білу керек негізі. Сол нәрсе, білмеймін, осы момент қатты өтті маған. Арманыңа сол кезден шектеу қойма. Шектеу қойма, еркіндік.
И сол ауылда өссең де сенде ішіңде амбиция бар айғайлаған, сенде қалау бар, сенде үлкен керемет өмірге деген уже құлшыныс бар, и соған ұмтылу да былайша айтқан кезде. Сен мысалы кинода ақша жеңіп алғың келеді ғой, иә, жаңағыдай бір өлеңге қатысып тырысып ініңе киім алып аяқ киім алып бергің келіп моменттер, иә, ол да ауылда өскен кішкентай қыздың бір үйімнің жыртығын жамасам екен деген қалауы да. И ол әрбір қарапайым отбасында бар дүние деп ойлаймын. Енді біздің балаларымызға ертең сәттілік туды деп ойлаймын. Ертең біздің балаларымыз как минимум частный мектепте оқиды, Лондонда оқиды деген сияқты. Мен оны көріп тұрмын ше, Алланың қалауымен. Бірақ біздің кезіміздің өзінің нюанстары бар. Бірақ соған қарамастан өтпегенде біз қазіргі біз болмайтын бедік. Иә. Сондықтан өмірдің әрбір кезеңін махаббатпен қабылдау керек деп ойлаймын да. Бірақ енді ойлап қалмасыншы камераның сыртында, пожалуйста, типа аналар ауылда бейшара болып өсіпті ғой деп. Олай емес. Ата-анамыз бізге күшті өмірді сыйлай алды. Андай миллионер из трущоб деген нәрсе ұнатпаймын ше мен. Еркелеп өстім мен. Ауылда өссем де даланың тірлігін вообще, ана малдың тірлігі ондай жасамағам ше. Максимум ыдыс жуам, сабақ оқи берем. Бірақ моментінде шығарады. Жаздың күні көрсін. Я помню, сол 2-ші сыныптарда қатты есімде қалып кетті. Маған енді мына момент өте қатты қызық болып тұр. Сіз, получается, ауылда өстіңіз. Сізбен бірге сол кезде мектепте бірге оқыған көршінің қыздары дәл сіз секілді амбициялы болды ма? Олармен ортақ тіл табыса алдыңыздар ма? Или сіз ғана бір белая ворона секілді жүретін бе едіңіз? Жоқ, олай емес. Бізде лидерлер көп болды. Мен де білмеймін, мектеп кезінде де бізде 20 оқушы болса, соның 10-12-сі отличница болатын. Сен тұр, мен атайын, кәдімгідей жеп қояйын деп бір-бірін. Менен де мықты қыздар болды. Кәдімгідей ше. И университетке түскен кезде, қыздар университетіне солай болды. 22 қыз болдық, 22 қыздың 10-нан асасы қызыл диплом алып шықты. Бәрі лидер, бәрі мықты, сондай бір андай. Бірін-бірін менсінбейтін керісінше ше таптап кетеді. Сондай менде всегда сондай орта болды. Сондықтан ауылда өстік десе де бір мықты орында отырған қазір қыздар. Вот осы туралы сөйлескім келіп жатыр. Мысалға, не деген отличницалар бар, не деген күшті оқыған, бізден әлдеқайда дана, жұрттың қызы болған қыздар бар да мысалға. Бірақ өсе келе, қазір сен олардың қайда екенін білмейсің, немен айналысатынын білмейсің да. И менде мынандай сұрақ, как вы думаете, вот осы что отличает, бұл жерде біз осып кеттік, олар қалып кетті деген тема емес. Адамның сол бір ішкі отын лаулатып, үлкен өмірде де жетістікке жетуіне не әсер етеді, и неге кейбір күшті адамдар солай өспей қалады, атпай қалады? Біріншіден тәуекелшілік деп ойлаймын. Тәуекелге баса беру керек өмірде ше. Сол кезде сен әйтеуір түбі бір жарып шығасың. Екіншіден, өзіңді жан-жақты салада көру керек деп ойлаймын. Мысалы, мен қыздар университетіне түскен кезде мен киноға да түскем. Мен қыздар, тек қана қыздар құрамасы бар ғой, КВН. Мерекелермен КВН ойнағам. Әлі күнге дейін ол кринжовый десең де видеолар ютубта бар. Я акиматта да жұмыс істеп көрдік, журналистта болып көрдім. Андай шведский стол болды да, мен үшін студенттік өмір. Мен бәрін көруім керек. Мен қайсында жанам, қайсында ішімде от лаулайды, сол сала менікі деген сияқты. Сондықтан мен ойлаймын, көбісінде мынандай нәрсе болды деп қатты сабақ оқитын қыздар медицинаға түсті ма, болды, соны тек қуалап кетеді да. И в конце сонымен қалып қояды. Біреу там Казгулға түсті, тек қана мұғалім болып кетеді, жан-жақты өзін көрмейді, ашпайды деген сияқты ғой. Меніңше екінші мәселе, бірінші тәуекел ету, екіншісі әртүрлі салада өзіңді дәмін татып көру және проявляция ету. Еркін болу, көру ше, өмірден алып қалу деген сияқты. Меніңше осы екі нәрсе. Және үшіншісі ойыма келмей тұр. Екіншісімен бітіремін. Шын мәнінде мен сізбен келісемін. Сондай нәрсе сияқты деп ойлаймын. Неге себебі мысалға тәуекелшіл болу мен білімді болудың арасында маған таңдау жаса десе, мен тәуекелшілікті таңдап кететін едім. Неге себебі сен не деген білімді, білімпаз болуың мүмкін, но бірақ саған енді бір әрекет жасайтын кезде тәуекелшілдік жетіспеуі мүмкін. Смелость жетіспесе. Смелость, тем более адам көп нәрсені білген сайын, ол өте көп сомнениеге ұстайына береді ғой. Мысалы, даже кинода да мен айтамын ғой, егер мен киноның ішкі кухнясын білсем, өзім кезінде хотя бы бір киноға түсіп көрсем, мен кино ойбай бүйтіп түсірем деп мен
армандамайтын едім. Неге? Себебі мен білмей кіріп, біз командамен білмей кіріп кетеміз ғой киноның ішкі әлеміне. И анау іште уже процесс кетіп жатқан кезде офигеть, давай, артқа қайтар жол жоқ, уже қарайын десек бәленбай ақша салынған, уже өтте сондай моmentтерден көзсіз батырлық болды. Я, мен просто даже тупо білмегеннен кіріп кеткенмін ғой. А потом уже нужно вывозить. Бәрібір іште бір смелость болды деп ойлаймын. Тәуекелшілдік. Я. И мен ойлаймын да, и андай ғой, әлі есімде, вот бір моментпен қатты бөліскім келеді, потому что мен сол моменттермен өмір сүретін адаммын, и моменттерді өте қатты впечатлениеге аламын да, и всегда вот мына моменттен кейін мынау болды деп мен солай анализ жасап жүремін да. Мысалға, фильмнің соңғы күні, түсірілім күні аяқталды, мен өзім туған жеріме барып түсірдім, и мен просто былай аспанға қарап жатам ғой, и менде ішімде мынандай сезім келеді. Оның алдында мен ұрысамын, мен жұлысамын, мен жыным келеді, потому что мен актриса, мен продюсер, мен инвестор, ақша менен, анау менен, мынау менен ғой. И мен бір моментте бірнеше рөлге бөлісуім керек қой. И мен тез есейіп кеттім да сол моментте. И соңғы күні мен жатам, уже біттік, түсірілім командасын біз Алматыға шығарып салып жатырмыз. И мен былай айтам ғой, Құдайым, маған қазір мына салынған ақшаның біреуі де саған қайтпайды. Мынау оператор сені лақтырып кетеді. Болды, монтажерлар, бүкіл нәрсе, бүкіл материал форматирование болып кетеді. Кино жоқ десе де, мен сенің мына маған берген опытыңа ризамын деген сөз шығады ғой. Мына опыт маған ертең сенің қазір менің кеткен ақшамнан 10 есе көп ақша алып келетінін де сенемін, ол приятный бонус екен де сенемін. Ең бастысы мен қандай адам болуды үйрендім, жаратушым. Осыған саған рахмет, мен бәріне ризамын деймін ғой. И вот сол моменттен кейін для меня уже киноның қалай шығатыны, монтаж, звук деген нәрселер аса маңызды да болмады да. И осы историямен көп адаммен бөліссем, мә дейді да, мынаған қалай келу керек дейді да, мен айтам да, ну типа мен оны типа вау күшті деп ойламаймын, но бір Құдай бар ғой, осы сен тәуекел жасаған сайын, осындай қадамдарға барған сайын, сені ақшадан бөлек өте үлкен наградамен, өзіңе деген сенімділікпен, андай бір ләззат сезіммен бөлеп қоя береді. Оны сенің просто сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес, тек солай сезінуге болады. Кім тәуекел етпейді, сол мақсатына жетпейді дейді ғой. И сен прикинь, Аллаға тапсырған кезде, Алланың берері сенің миыңа сыймайтын нәрседен де больше болады да ол. И жаңағы нәрсеге риза болып жатырмын. Нағыз қиындықта адамның ішкі сущности дей ма, не дейді? Негізі ішкі бейнесі көрінеді дейді ғой. Сондай қиналып тұрсаң да Аллаға рахмет айта білуің бұл кәдімгідей мықты нәрсе негізі. Ой. Кәдімгідей біреулерге жылдап келіп жатады. Шынымен де вот и қиын сәттер есейтеді, иә, Лаура? Біз андай тәуекелге тез кете береміз, и біз тез есейе береміз. Сол моментте сынып қалмай қалай шықтың? Ең маңыздысы андай да, тым үлкен жол уже жүрілді. Артқа қарауға жол жоқ да. Артқа қарауға жол жоқ, өте үлкен жауапкершілік, команданың алдында. Мен еще бүйтем ғой. Мен хитрый ход жасаймын деп, мен бүйтем. Ойбай, керемет фильм түсіреміз деп ниеттендік. Бәрін дайындадық, съемочный команда 30 адам жиналып алған, уже. И мен командадағы қыздарымды, өзімнің ең жақын командадағы өзімнің қыздарымды жинап шақырып алам. Олардың да кинодан ешқандай хабары жоқ. И мен айттым ғой, ертең мен олай-бұлай болсам деймін, минусқа кірсем, ақшам жоқ болса, уже, короче, если же крах қой, обрушениеге де келу мүмкін еді ғой бұның арты. Сондай болатсам, сендер мен жанымдасыңдар ма, жанымда емессіңдер ма, давай дедім. И мен өмірімде мен ешқашан андай адамдардың алдына барып жылап, сүмірейіп, мен жертва емеспін вообще да. И тем более ол мен эгома да қатты тиеді да. Но мен сол кезде өмірімде алғаш рет команданың алдында отырып алып еңіреймін ғой смартпойнтта. Мен мынаны көтере алмаймын, мынау не деген ауыр, мен қорқам қыздар деймін ғой, қорқам мен деп жылап отырмын. Бұлардандай ғой, не айтарларын білмейді да маған. Но сол кездегі бір сөздері, Лаура ханым, сіз минусқа кетсеңіз де, сіз плюста болсаңыз да, біз қалай о бастан жаныңызда болдық, біз до конца сізбен біргеміз дейді. Күшті. И все. Сендер проверкадан өттіңдер. Галочка, кеттік деген
секілді бір ощущение сол моменттерде болды. Но бірақ шын мәнінде сол момент болмағанда да мен андай өзіңе Қолдау, по-любому өзіңді по-любому ең үлкен адам болғаннан кейін енді жауапкершіліктің бәрі сенде тұрғаннан кейін сен қолдауды сезінбесең өте қиын болады. Адам адамды құтқарады, адам адамды да өлтіре сала алады ғой. Иә, рас. Міне осы Жанерке, мен өте қуаныштымын. Ең бірінші біздің жаңа тәуекелшілдікке білмеймін, как будто бір осы не выпуск больше бір андай мотивацияға толы болып отқан секілді, қыздар деген прям реально self-made болып жатыр. Енді маған өте қызық бір қытымыр сұрақ келіп тұр. Қандай? Біз деген кетіп жатырмыз осындай тәуекелшіл болыңдар. Это же былай айтқанда мужские качества, достигаторство деген нәрселер, арман мақсатқа несмотря ни на что жүру деген секілді нәрсе ше. И менде мынандай сізге сұрақ, қаншалықты сіз өзіңізді осы бір достигаторствоның айналасында әйел ретінде жоғалтып алмадыңыз? Нормально, бұл нәрсе мен бала кезімнен бойымда бар сияқты. И мен ойлаймын, бұл достигаторство, мақсатқа жету, ер мінезділік бұл әрбір қазақтың қызының бойында бар деп ойлаймын. Өйткені біздің кейінгі жаңағыдай Томирис шыққан, Мәншүк, барлық жаңағы мықты ата-апаларымыздың барлығы, апа әжелеріміздің барлығына оған дәлелші. Байқайсыз ба, қазақтың қыздары мықты ғой. Ажырасып кетсе де бүкіл 6 баласын асырап, қап сүйресе де адал еңбегімен тауып жүгіріп істеп жүрген. Білмеймін, мен айналам бәрінде сондай қыздар. Андай или айналаң сенің айнаң дей ма, бір ер мінезді, өзінің мақсатына жеткен да. Әрбір қазақтың қызының бойынан көремін мен ше. Остальные яйца жасап алдым. Иногда бір қойшы осы бір достигаторство жүгіре беріп қою керек еді деген кездер бола ма? Білмеймін, ондай болмапты. Онсыз мен емеспін. Ол кезде бір өзімді мертвый сезінетін шығармын. Мен сол ішімдегі мынау мақсатқа жету, лаулау, андай әлемге бір ештеңе өзгертіп кетпесем де, хотя бы айналамнан бір нәрсесін өзгертіп кету деген нәрсе мен ішімнен бала кезімнен бар болғандықтан, ол менің женственный болуыма да, әйел болуыма да кедергісін келтірмейді деп ойлаймын. Тем более қазіргі заманда ақша тауып жатсың, әйел болғың келіп бара жатыр ма? Пожалуйста, мысалы, үйің таза болған қалайсың ба? Үй тазалайтын тәтені жалдай сал, допустим, да, там керемет тамақ істейтін келіп бара жатыр ма? Алдын ала заморозкамен дайындап, істеп қойып, реттеп келтіруге болады. Енді мен өзім бір күшті, керемет әйелмін деп айта алмаймын, мен осым жетеді, Лаура. Но тырысамыз моментінде. Мен сол именно жаңа үй жұмыстарына, енді мысалы мен тамаққа жоқпын, шынымды айтсам ше. Тамаққа онша жоқпын. Ойбай, күнде Жанеркенің сторисін ашып қалсаң, бүгін күйеуіме мынандай духовкадан тауықтың сандары шығып жатыр дегендер қайда? Ол тауық, енді сол бір тауығым бар, 5 бармағым мен десең да. Оны аптасына бір пісірген кезде сторисқа салып қоясың ғой, енді оны самасаң болмайды, енем қарап отыр ғой десең да. Ойнап айтамын, ондай чувство вины жоқ. Просто андай жас өзінікін алады ше. Мысалы маған қазір аптасына бір 2 рет кухняда болмасам, өзім біртүрлі сезініп кетемін. Кәдімгідей уже андай махаббатпен, это не из-за вины, да? Да, не из-за вины, просто хочу үйден тамақ ішуге. Сырттан тамақ ішіп уже тойдым ше. Ол біріншіден денсаулыққа да керемет пайдалы емес, сырттан тамақ ішкен тазалығы керемет. Мишленский рестораннан іштің деген күн өзіне оның тазалық қандай екенін білмейсің. Метабадияға барған кезде бізге солай айтты да. Сол үшін жаңағыдай үйде как минимум 2 рет өзім күйеуіме ыстық тамақ пісіріп бергім келеді. Бұл менің әйелдік қырымды ашады. Жаңа айттыңыз ғой, әйелдік қырымды қалай өлтіріп алмауға болады деген сияқты. Одан кейін күтім. Мысалы, өзім жақсы көру, күтіну, арнайы жаңа душ қабылдап, өзіме ритуалдарым жасау менің әйелдік қырымды көтереді. Одан кейін баланс сақтауға көмектеседі. Одан кейін жаңағы достигаторство, анау мынау дегенді, оны күйеуің жанында өшіретін кезде өшіріп тастаймыз ғой. Біз әйел деген қуымыз ғой бәрібір. Әлсіз болғың келетін кезде әлсіз бола қаласың, істегің келмейтін кезде істемей саласың деген сияқты. Жалқау болатын моментті жалқау керек кезде қоса саласың. Менде бір андай притворяться ету деген жоқ. В моменте толқынмен өзі келеді ол. Сол үшін мен айтатын едім, андай мақсатшыл мықты қыз болсаңыз, одан қорықпай қойыңыз. Это да. Оның барлығы алып жүруге болады, негізі. Жаңа сіз күшті айтып қалдыңыз, то что бүйтіп болатын жерінде мынандай бола саламыз, былай кете саламыз, су секілдіміз дедіңіз ғой, в общем, былай. Ол рас, енді ол өмір сондай қылады сенше. Әйел деген 3 жылын
бүйтеді ғой, қазақта сөз бар ғой, 5 жылын ойламаған еркек ез дейді, 3 жылын ойламаған әйелден без дейді. Ойлаңызшы, сен 3 жылыңды ары қарай ойлап тұрасың. Так, енем ренжіп қалмас үшін, енеме қазір біздің мінезіміз тік қой, қазір жастар ше, тарс мен өзім сондаймын. Енеммен ашық сөйлесем, как подруги, четко граница сызып, ол кісінің кейде тіпті депрессияға түсіп кеткен моменттеріне мен көмектесем деген сияқты, хоть алыс тұрсақ та ше, допустим. И соның бәрін сен алдын ала ойлап отыру керексің да, сен бөлек тұрсаң да, так, енеңнің көңіліне қарау. Енемнің енесі бар 85 жаса, оған аптасына уже 3 рет звондап қою. Я күйеуің алдында уже не, маған күйеуім айтады ғой, тамақ істеме, үй жинама, ештеңе істемей ақ қой, пожалуйста, бірақ ата-анама звондап тұршы дейді. Сондай өзінің талаптары бар да. И түнде 11-ге дейін ұйықтап қалайықшы деген момент бар. Енді кәсіпкерлерде қиын ғой, ол өте қиын. Жүйелі ұйқы ол сенің жүйелі мақсатқа жетуіңе көмектеседі. И сондай моменттердің бәрін ойластырасың уже. Так, күйеуіңе ұнайтын момент, ұнамайтын момент, өзіңді қорғап көрсетіп алатын момент, бәрін алыстан ойлап, бүйтіп әйел деген мықты халық қоясың. Иә, мықты халық деуші едім. Бірақ шынайы ниетпен да бәрі. Иә, ниет осы жерде аса маңызды. Өте қатты маңызды. Сол кезде бәрін бүйтіп әдемі алып жүруге болады деп ойлаймын. Білмеймін, сенің сторисін көргенде мен өзімнің бір бөліктерімді көремін ше. Сен де кухнядан шықпайсың, жасайсың. Видишь, сен аяғың ауыр болғалы бер кухнядан шықпайсың, байқайсың ба? Мейлі маған солай сияқты, өйткені махаббаттан туындап жатыр да ол. Шартсыз деген сияқты. Сондай нәрсеге келе бастайсың. Иә. 28-ге келгенде вообще келесің дейсің. Андай, осындан нәрсені қосқым келіп отыр. Жаңағы мен өте қатты сізбен күшті келісемін. Маңыздысы да біздің қазір даже взаимоотношения любой адаммен құрған кезде біз ол адамға жақсы болсын дейміз, бірақ ол адамға ненің жақсы екенін біз сұрамаймыз да. Біз тілдесе алмаймыз да. Әйелдер ойлайды, мен күйеуімнің уақытылы тамағын дайындап отырсам, киіміне үтік басып отырсам, баласын туып берсем, менің әйелдік міндетім осы дейді да. И сол нәрсені орындайды, бірақ соған отклик алмайды ғой енді күйеуінен. И сосын барып жындана бастайды, жаман бола бастайды, депрессияға түседі да. Шын мәнінде мысалға менде, сен жаным менен не қалайсың, соны айтшы деп біз прям сөйлесіп аламыз. Сұрайсыз, иә? Иә, диалог бар. Иә, сіз жаңа айтып жатырсыз ғой, то что ананы да істеме, мынаны да істеме, мама папама звондап тұршы, болды дегеннің өзі. Иә, сіз сұрадыңыз ғой, значит, одан сіз оның қалауларын білдіңіз ғой, и сейчас вам проще жить, да, проще коммуницировать, да. И оның махаббат тілі, значит, оның близкиларына деген сіздің вниманиеңіз, да? И сол секілді мен, вот қыздарға тоже не қылатын едім, андай қыздар бар ғой, біздің енді осы self-made менде болғым келеді, иә, мен де Жанерке, Лаура, сен секілді айтатын едім, егер менде деп бастайды олар. Сен секілді көріп жүрміз ғой күйеуіңді, оның мінезі деп бастайды да. Өздеріңкі біздікі ондай емес дейді да. И мен сол кезде айтамын да, вот бір қараңыздар, осы жерде тонкая грань. А сіздер сөйлесесіздер ма? А сіз шын мәнінде оған ненің маңызды екенін білесіз ба деген моменттерді көтеріп одан кейін шынайы болу керек. Бізде көбісінде не ол шынайылық деген? Шынайылық деген өзің болу. Одан кейін келін болған кезде, мысалы, келін болып жүрсің, сен еще self-made, там, мықты кәсіпкер деген алып жүру оңай емес қой. Бәрібір қазақтың түсінігінде келін деген сияқты ше. Шынайы өзіңнің орныңды бар екенін білдіру, андай прям грубо емес, өзіңнің сөзің бар екенін білдіру керек деп ойлаймын. И кез келген жағдайда ашық сөйлесіп алу. Короче, мынандай жағдай болды. Осыдан 4 жыл бұрын менің енем Алматыға көшкісі келді. Біз Астанадағы үйдің бәрін квартираға тастаймыз, Алматыға көшеміз деген сияқты ше. И сөйтіп бәкеге звондап қойған ғой, бәке мақұл деп келісіп қойған ғой енді. И маған бәке кешкісін айтып тұр да, айтам, қалай көшеміз? Біз әлі өзіміз квартирада тұрамыз ол кезде. Жас семьямыз. И болмайды мынау деймін ғой. Енді бәкеге көшіп сендерге келейін деп отыр ғой. Иә, бізге келейін деп жатыр Алматыға қолымызға. Енді көтеріліп келе жатқан кезіміз енді қолымыз аузымызға жетті деген сияқты ше. Миллиондарды көріп, жасап деген сияқты көлігімізді алып так деймін да. И мен былай жасауыма болатын еді да. Көп келіндер сияқты күйеуіме айтып, сен айт бар мамаға. Типа мен емес, сен айт, что жоқ, пландар өзгеріп қалды, отмазка тағып келмеңіз деп айтуға болатын еді. Бірақ по-любому енем біледі ғой, енем менен артық өмір көріп тастаған адам ғой, артында мен тұрғанын ше. На тот момент мен мамаға звондаймын ашық түрде. Мама, біз
енді көтеріліп келе жатқан семьямыз. Біз табысымыз мынандай, оның мысалы 300 мың квартираға кетеді. Машинаны енді алдық. Мен таңнан кешке жұмыс істеймін, Бәке де жұмыс істейді. Енді сіздер келетін болсаңыздар, мен уже кухнядан шықпауға тура келеді. Маған көңілдеріңізге қарауға тура келеді. Квартира больше жалдауға тура келеді. Ол кезде бізге қиын болады ғой өсуімізге. Мүмкін сіздер Астанада қала бересіздер деп айтқан кезде мамам, мынауың дұрыс екен ғой, ақыл болды деп тоқтаған. То есть сен өзіңнің келін болсаң да ойыңды айту және шынайы болу, түсіндіру, бұл көп проблеманың ушықтыруын алдын алады. Иә, претензиясыз, бір шоу устраивать етпеусіз, драмасыз, деген сияқты. И мен мысалы сол нәрсені байқаймын сенен де, андай біресе сен, біресе сіз, сорри Лаура, енеңмен мысалы ашықсың ғой, сен де четкий нәрселеріңді айтып отырасың деген сияқты. Да. Сондықтан да қыздарға айтарым, жаңағыдай, бәрі өзіңізге байланысты негізі. Жаңа еркінде болу, self-made да болу, ең бастысы барының басында өзіңмен шынайы болуды жатыр ғой. Содан кейін уж келе береді. Біз қазір андай бізбен енді өсіп келе жатқан 18-19-20 жасар қыздарға мына нәрселер, мне кажется, бір күшті алдын ала дайындалып жатқан өмірлік сабақ секілді да, иә. Біз андай әдемі бір әпкелік бір не ақыл айтып отқан секілдіміз да, иә. И ол шынымен де оларға ары қарай шешімдерді дұрыс қабылдауға, дұрыс ход жасауға көмектесетін секілді да. Ал енді Жанерке, мен сізге мына нәрсені сұрағым келеді. Ал қалай сізбен жасты уже өмірді көрген, уже тұрмыста біраз жылдық опыты бар, бірақ реальності сіздің менің айтып отқан нәрсеммен сәйкес келмейтін әйелдерге сіз сол ситуациялардан шығуға қандай бір кеңес, ішкі отты лаулатуға қандай бір жігер беретін едіңіз? Как им справляться? Реально сондай, абьюзер жігіттер көп қой қазақ қоғамында. Иә. Қиын сұрақ негізі. Өйткені бәрінің жағдайы біз сияқты емес. Қайда болдыңдар осы тұрмысқа шығатын кезде деп бастайды. Бәрінің күйеуі біздің күйеуіміз сияқты емес та. Сол нәрсе өте қиыншы. Сол үшін енді өмір басталып кеткен адамға айтарым. Білейін, мынандай да бар да, бірақ өтірік маска кимей-ақ қойыншы. Тырысып жатыр, оқып жатыр, өзгеріп жатыр, бірақ күйеуі өзгермейтін адамдар да бар да. Бізде андай просто мынандай нәрсенде қыздардың мойнына асқым келмейді. Сен өзгеру керексің. Сенен бастау керексің деген сияқты ше. Измена жасаса сен өзгер деп па? Иә, сол сияқты да. Қиын ше бұл. Әр адам өзінің басына түскенде өзінің мен айтқан ақылға келмеуі мүмкін да. Ол ше бәрібір мен айтқан кеңеске келмеуі мүмкін. Өзінің бір ішкі түйсігі алып шығу керек деп ойлаймын. Егер қиналып жатқан адам болса, қиналып жатқан қыз болса, өзінің бір ішіндегі бір арманы, негізі бар ғой, жаңағы лаула деп жатыр қой, шатысып кеткен жағдайда балалық шағыңа бара салу керек қой. Кім болғым келді, мен қандай едім деп ше. Қазіргі өмірім қандай деп ше. Соны салыстыра отырып, сол ішіндегі кішкентай нәрсені сүйреп шығарып алу керек деп ойлаймын. Қиын жағдайда тұрған адамдар енді өзінің ішкі түйсігі осындай бір подкасттарды көру арқылы, кітаптарды көру арқылы бір ойына шешімі келеді деп ойлаймын. И ол сіздің шешіміңіз дұрыс деп ойлаймын. Ал әлі өмір бастамаған қыздарға жігіттерді таңдау және өмірлеріңізді таңдап өзгерту ол сіздердің қолдарыңызда кеш емес деп айтқым келеді. Иә, толығымен келісемін. Мысалға, уже жолы басталып кеткен, уже біраз балалары бар, біраз жауапкершілігі бар. Мықты бол, ажырасып кет деп айта алмайсың да оны ше. Ауыр да ол. Оның ситуациясын білмейміз, оның біз өткен өмірін білмейміз ше. Қазіргі жағдайын білмейміз. Сол үшін де мен ойлаймын, бір ішкі түйсігіңіз, жүрегіңіздегі сезім алдамайды деп. Иә. И мен сіз жалғыз емессіз деп айтқым келеді. Иә. Вообще негізі түсінгенім, әйел болу оңай емес қой. Иә, мен өмірім керемет, күйеуім романтик, сіз армандаған өмірді сіз стористан көріп отыруыңыз мүмкін, бірақ менің де ішімде өзім әттеген айым бар. Менің де өзімнің күйеуіммен шешу керек мәселелерім бар. Менің де өзім бойымда мен нервім ұстап өзгерту керек мінез құлықтарым, әдеттерім көп. Сол үшін сіз жалғыз емессіз. Бізді идеал қылып тұтып кетпеңіздер. Просто алатын жерін алыңыздар, фильтр жасаңыздар. И сол өзіңіздің қабылдаған шешіміңізбен бірінші алғашқы шагыңызды бастап кетіңізші дегім келеді. Бірінші шагты бастау қиын ғой бізде, любой өмірде.
жана ана смыслга күчтүү нерсе айттыңыз да. Есть цена моего успеха деген нерсе бар ғой. Енді осы Жанеркенің успехінің ценасы қандай? Ойбай, сіздің сұрақтарыңыз ауыр екен, я. Бір миға кіріп шықпайды, бір нәрселерді қояды. Өйтіп ойланбағансың да вообще. Сіз жаңа айттыңыз ғой, мысалға, жоқ, мысалға, менің өзімде айтам, бәрі оңай келмейтінін білесің. Мен боқтап сөйлеймін, кешіріңдер, қазір айтқым келіп отыр, бірақ Жанеркенің қасына аурасы жібермей жатыр десе. Кеше ғана Меккеден келгенде ше. Соған ана нәрсені айтқым келеді да. Жаңағыдай, сендер білмейсіңдер, қиындықпен келіп жатыр ғой деп. Ал иногда мен осындай self-made адамдардың реально бір қиындығымен бөліскенін қалаймын. Айтып берші маған сол қиындығыңды деген секілді. Сіз солай бөлісе алатын, бөлісуге қазір дайын сондай бір өмірлік кезеңіңізбен бөліссеңіз. Моменттер бола берді ғой ондай. Мысалы, мен мектеп кезде отличница болдым, алтын белгіні ақтай алмай қалдым. Мен үшін морд сынған кез болған. Алтын белгіні мен ақтай алмадым. Алтын белгі емес, маған күйеу қызық, күйеуге қатысты ма? Қиын болған момент, мысалы, болды менде де прям. Мен 23-те шығар еңсемді көтерген. 21-ден бастап 22 мен үшін өте бір сондай соққы жатып қалған. Бәріңіз естіген шығарсыздар, Жанерке Сейфуллина ауырып жатыр деген момент. Сондай. Нет, а что там было? Всегда ауру, всегда қиналу, прям деңгейім өзім. Сіздің денсаулығыңыз сондай, иә? Қалай ауырдыңыз сонда? Немен ауырдыңыз? Мысалы, менде 2022 жылы полностью белім отказ берді. Екі аяқ істемейді, адам былай қарай. Просто мен үйде жүрдім, пресс ұстап, и как будто арқамнан келіп біреу ұрған сияқты болды да, бетпен құладым. Осы құлағаннан жылап, аяғым сезбеймін, и невыносимо больно. Мың жерден ине кіріп жатқан сияқты. Мен былай етпеңдеп телефонға барып күйеуіме звондағанда, күйеуім келіп еңіреп жылап, жаңа жолдасым бар ғой, мамаға звондаған ғой. Мамам шошып кеткен ғой, мен өліп қалдым деген ғой. Мама, Жанерке дейді да, еңіреп жылаған ғой. Мама, Жанерке дейді да, еңіреп жылайды, сөйлей алмайды. И мамам ойына кетіп қалған ғой, комаға кетіп қалды ма, өліп кетті ма, не болды деген сияқты ше. Өте қиын момент. И прикинь, мен өте сыналу қиын. Мен жатып қалдым памперста. Ойлашы, сен өзің дәретін өзің шығара алмайсың. Сен кәдімгідей кеше елге ақыл үйретіп жүрген Жанерке бүгін ешкім емес та. Ондай момент өтті менде. Қанша уақытқа созылды? Емделу 3 айға созылды. Ұзақ уақыт кетті. Аяғымды еле сесіп бастадым. Одан кейін енді содан емделіп біттім ба дегенде бет аузым қисайып қалды. Мен Инстаграмда айтпағам ешқашанда. Прям былайна, аузың бәрін сезбейсің. Ойлаңызшы. А мен өзім бет жайлы айтам да. Инстаграмға 4 айлап шықпай кеткен моменттер болды. Өте ауыр моменттер. Неге бетпен, неге белмен, неге денсаулықпен. Одан кейін вообще омыртқамен жаңағыдай әртүрлі ішек құрылысымен жатып қалған момент, бетім бәрін басып кеткен. Сол моменттерді Инстаграмға шықпай, бірақ жетелеп, ең қиыны, вот қыздарда қиын моментте жүрсе, я түсінгенім, адамдар поддержкасын айтады, ақылын айтады, күйеуің саған аузыңнан таңертеңнен кешке дейін су құюы мүмкін, бірақ өзіңнің ішіңдегі бір стерженьмен шықпасаң өмірге деген, бір құлшынысыңмен шықпасаң, сен ешкім алып шықпайды екен. Ондай момент болды, я. Күйеуіммен қиналған моменттер болды, күйеуім мүлдем 180 градусқа өзгеріп кеткен моменттер болды. Сол просто мен түсінгенім, бұндай сынақ болғанда, Алла маған нені түсіндіргісі келіп тұр деп ойлану керек екен. Мен өзім сабағымды түсінбедім. Негізі айтады ғой, Аллах тағала саған 3 нәрсемен ескертеді дейді. Біріншісі, жай осылай сөйлесіп отырғанда через инсайт. Вау, Лаура айтты ғой деп түсініп кетесің да. Үйтіп түсінсең жақсы да. Иә. Бірінші уровень шапалаға. Екіншісінде түсінбесең, ұялтып түсіндіреді екен. Кәдімгі ұялып бір ыңғайсыз ситуациямен. Оны түсінбесең, шорт сындырады да. Или денсаулықпен, или күйеуіңмен, или балаңмен, или жақыныңды өмірден алып кетіп дегендей. Сол үшін момент Алланың берген сабағын түсініп, тәубе етіп, өзгеретін болсаң ғана сенің өміріңде жол ашыла бастайды екен. Мен сол сабақтарымды алдым, қиын моменттерімді. Еще маған айтады ғой, жаңағыдай Happy Woman деген мен курс жасағам. Ең күшті сәтті шыққан курстарым бірі дейтін шығар. Мен инфобизнестен кетіп қалдым ғой. Сол кезде 3000 қыз қатысқан. Сол моментте мен мысалы қыздарға үйрететін, күйеуді қыздар бүйтіп таңдау керек. Так, қыздар, күйеу дегенді былай өзгертіп аламыз деп ше. Өзіме қатты көп алып қойдым да. И после этого сразу менде күйеумен проблема басталды ғой. Менің күйеуім мүлдем басқа адам болып өзгеріп кетті.
И мен сол кезде түсіндім, что біздің әсерімізден емес, Алланың оның жүрегіне маған деген махаббатты салуы арқылы ол адам сондай болып жүргенін түсіндім да. Мен иеленіп алдым. Иеленген моментте мен өмірімде сынақтар басталды. И айтар едім, что қиналып жүрген қыздар моменттер, значит, у вас сіздің өміріңізде бір нәрсе что-то не так сізден. Біз сол нәрсені түсінбегенде бір айналдырғанда Құдай шыр айналдыра береді. А пока сен тоқтайсың, боғыңды мойындайсың, тәубе етесің, и өзгерем деген кезде өмір ашыла береді. Менде осындай қиын моменттер болды. Мен мысалы мен үшін бетім қисайып қалды деген моментті айту страшно болатын. Өте қиын момент. Өзіңіз үшін сол сферада жүрсіз. Сол сфера. Еще мен қыздарға күйеу туралы ақыл үйретем курсты. И мен күйеуіммен өзім мысалы ренжісіп быт болып жатсам, оны айту мен үшін өте қиын болған. Мойындау. И после этого мен вообще тоқтатып тастадым деген сияқты. Мен 200-ті болғым келмейді деп ше. Сол потокты тоқтатып деген сияқты. Дәл шары қарай өзім отношениеме көңіл бөліп бастадым да, так деген сияқты. И знаете, мен қандай тәуекелшілдік деген қасиет бұл бірінші орынға қоятын болсақ, адамдардың өз-өзін алып шығуында, лаулауында көмектесетін. Екінші қасиетке мен қазір сіздің историяңызбен де, в целом өмірлік былай опытпен де түсінгенім, мне кажется, екіншісі ол шынайылық. Мойындау, Шынайы. Шынайы мен сондаймын. Мен шынайы мойындаймын мына жерде қателік жібергенімді. Енді мен өзгергім келеді деген деңгейге келу, ол осы екінші маңызды екен. Прикинь, Лаура, мен бұрын нервыма тиетін. Маған хейт жазса, сосын кейін адамдар WhatsApp-тан оқып жауап бермей қойды ғой, Прям нервым ұстайтын андай, эгом ойнап, мынау маған үшін жауап бермейді, мынау маған неге тиіседі, мынау неге андай өзінше деген сияқты какой-то бір сондай бір нәрселер, біреу маған келіп сыртынан жамандап кетсе де, мен соны жылап, драматизировать етіп, депрессия болып соны көтере алмайтын. И мен түсіндім, что оказывается, біреуді обсуждать ету, сынау менің бойымда да бар екен ғой деп мойындадым да. После этого мен де аппақ емес екенмін ғой деп мойындаған кезде, мен вообще қазір менде реакция жоқ. Маған адам WhatsApp-тан жауап бермей қоя ма, мені жамандап ата ма, біреу өсек айтып ата ма, вообще тып-тыныш, тишина, әдемі, спокойно. Мен осы моменттен былтыр өттім жазда ше. Ішкі халің әсер ету. Просто мойындау керек любой нәрсені. Анау андай дей бергенше, мен де 200-мін ғой, мен де өсек айтамын ғой, или мен де мынандаймын ғой деген сияқты мойындаған кезде, и сенде какой-то бір ішінде уже трансформация басталады ғой. Мойындау это уже 50% решение. Одан кейін анализ жасау. Анализ жасау өміріңе. Не үшін қазір мынандай болып жатыр, неге бұрын мынандай еді деген сияқты нәрсе адамды өсіреді. Вот мысалы, Лаура, маған қызық, сенде қандай моменттер болды? Прям страшно. Өзің мойындай алатын, қазір айтуға қиын емес. Жана, менен сұрадың ғой енді менің страшный моменттер. Маған мысалы күйеуім айтады ше, айтпашы біздің отношениямызды дейді да. Мен айтамын, какая разница, өттік қой. Өттік, 6,5 жылдық бірге тұру оңай емес қой. Сен өтесің құлаудан да, сүруден де, бір-біріңді былай деген сияқты. Мысалы, менің күйеуім биыл ғана рұқсат берді, что менің дикторствоға баруыма. Ол да үлкен жұмыс деген сияқты. Сол сияқты сізде қандай мысалы мәселелер бар? Енді сіз күйеумен болған историяны бөліскеннен кейін, енді сонымен қатысты, отбасылық өмірмен қатысты, мен де сондаймен бөлісейін тогда. Ойбай, мына вообще қызық былай деп тұр. Оны только узкий кругтағылар ғана біледі, бір-екі, прям сенімді, комфортик адамдарыңа ғана айтасың ғой, бұндай нәрселерді негізі. Солай. Блокқа шығып алып, мен айтпаймын да, бұндай нәрсені. Қай момент болды айтайын ба? Оля, я это не придумала. Полиға жалғыз өзің кет қалдың, десең да? Қыздырып атыр деймі? Жоқ, ол жағынан бізде вообще проблем жоқ, если честно. Жақсы. Бізде Лаула фильмі кезінде болды ең қиын момент. Сенесіз ба? Менің Лауланың предпоказы достарға болайын деп жатыр. Бізде бірінші ақша жоқ, бюджет уже. Біз кредитке кіріп жатырмыз жай командамен, қыздармен. Мына жақтан менің мамам ауырады. Мына жақтан менің папамда маған претензия туындайды. Менің папама деген претензиям. Менде жоқ деп ойлайтынмын. Мен уже оның бәрінен өтіп кеттім. Я проработалась деп ойлайтын. Сол туындайды. И мына жақтан күйеуіме отношениям туындайды ғой. Бір моментте осының бәрі болып жатыр. Перед премьерой. И сол моментте мен до такой степени қатты бір стрессте болдым да, өте қатты.
и жаңа бір ұрыс болды бізде, прям үлкен ұрыс болды күйеуіммен. И ол всегда андай да, өте сабырлы, ұрыспайды. Мен ол немді, эмоциямды білдірем, айтатынды айтып аламын, ішімде ештеңе сақтамаймын да. Сондай едім да, и бір моментте, вот біз 1 жыл бойы, сол кезде 1 жыл еді біздің тұрмыста екеуміз бірге жүргенімізге, мен оған тұрмысқа шыққаныма. Ол айтады да, қатені менен, ең ауыр сөзі маған сол ғой, сонда ойлаңызшы, бүйтіп айтты. Қатені менен көре бермей, айнаға да бір қарасай дейді да, кетіп қалады ғой, болды ғой. Анау маған андай бүкіл жаман сөздерден ауыр тиеді. А что он имеет в виду деймін ғой, короче. Айнаға реально мен сол кезде қарадым да, ол сонда өзіңді өзгерт деп тұр ғой маған. Мен қатен одан көрем, шұқылайым, тауып алам, мен манипулировать етем. Болады ғой. Мен сөйтіп тұрмын да, и ол сөйтіп айтады маған. И мен бүйтіп айнаға қараймын да, реально айнаға қараймын да, и мен анау айнадағы өзімнің нем болады ғой, отражениемнен мен жеркенем ғой. А вот шын мәнінде мен реально қандай адаммын? Вот шын мәнінде ұрысты бастайтын да, көңілі толмайтын да, анау да, мынау да. Мен андай, это нормально. Енді сен Лаура Леспекке үйлендің деген нәрсе болған ғой, эго тұр ғой, эго. Потому что біз уже үйленіп жүріп бастағанда мен уже блогер едім, мен уже танымал болдым деген секілді, мен уже жақсы таптым деген секілді. И мен, короче, сен маған не дей аласың деймін ғой, короче, понимаете? И мен сол кезде өте қатты өзіммен бетпе-бет келем. И я просто 3 дня я не могла встать с кровати. Мен жатам, андай ғой, сауылма, андай денсаулығымен сыналған жоқпын, но менде тұруға, жүруге күш жоқ, потому что мен өз-өзіммен ешқашан олай бетпе-бет келген емеспін ол күнге дейін. Сондай сөйтіп бетпе-бет келем. И ана жақтан бағанағыдай нәрселер болып жатыр. И примерға мысалы мамам келе алмады, неге не мәселемен, денсаулық мәселесімен, папам деген секілді бағанағы нәрселердің бәрі шығып, но мне пришлось примерда күліп әдемі болып қош келдіңіздер деп тұруға да мысалы. Ал сол кезде мен жүрегім жылап атты да қатты ше. Вот осы момент айтатын едім. Ең сол қазіргі кездегі есіме алатын қиын момент деп. Иә. Вот видите, қыздар, кім биікте жүрсе де, жетістікте жүрсе де, бәрібір оның ішінара өзінше оты сөнейін деп жатып, қайттан лаулатылатын моменттер болады. Болады. И сол моменттер болмаса да біз қаттырақ лаулай алмайтын едік та. Иә. Содан кейін айтады ғой, искажение деп, өзіңнің нәпсің, өзіңнің жаман жағыңды да қабылдай білу керек, көлеңкеңді. Өйткені сол нәрсе сені өсіреді екен. Бізде алдында бір неге қатыстық тренингта, сол кезде әркім өзінің несін, минусын мойындайды. Так деп, тұршы деп ше, маған айтады да, сен өзің қандай деп ойлайсың? Мен айтамын 200 деймін да, жоқ дейді, келмейді дейді. Қандай өтірікші, жоқ келмейді дейді. Ана адам таниды ше, прям ше. Так мертвый деймін ғой. 18 уже жақындадым дейді ғой ше. Жалкий деймін ғой. Да, ты жалкая дейді маған ше. Ты жалкая. И бүйтіп қараймын да, мойындау қиын болды да. Я, оказывается, да. И өзім жалкий санай берген екен ғой. Ойбай, мен денсаулығым. Ойбай, мен андаймын. Мен еркемін, мен жалқаумын. Мен ауылда өскенмін. Мен анаған түсе алмай қалдым. Бір нәрсе деген сияқты ше. Жалкий. И сол жалость еще требовать ете бересің, ана внимание. Күйеуіңнен де ұрыс болып қалса жалкий болып, бизнеста да андай, жұмыста да какой-то бір қызметкерлермен жұмыс жасау барысында неге былай что-то не так деген сияқты. Я жалкий деген позицияда іште тұрған кезде сен ана ішкі позицияң сол нәрсені өмір әкеле береді да. И ол сені өсірмейді екен. Үлкен масштабқа шығармайды деп айтайықшы. Өсіреді, масштабқа шығармайды. Бірақ дейді, осы уақытқа дейінгі жеткен жетістігіңе ол себепкер болған дейді. Өйткені сен я жалкая дейсің да, бірақ что-то нет деп қайттан тұруың. Я жалкая дейсің да, нет деп қайта тұруың. Сол нәрсе, сол қабылдауыңмен сен босатасың ше. Сол үшін жаңа сіз айтып жатырсыз ғой, жаңағы мен тәкаппармын, мен Лаура Леспекпін деген нәрсе, ол амбиция сізді белгілі бір деңгейге жеткізді. Бірақ уже масштабқа шығу үшін ол өзгерту керек болды дегендей. И эго дегеніміз памперс ауыстыру керек болды. И эго дегеніміз адамның вообще өзі жайлы рамкаға салынған ой екен ғой. Сондықтан да онымен де кәдімгі жұмыс істеу үлкен еңбек талап етеді. Иә. Бірақ андай да, қалай өзі сол эгомен де сен көтерілдің. Вот айтып тұрмын ғой жаңа. Эго ол сіздің жаңа нәпсіңіз ғой. Эго тәкаппарлық нәпсіңіз. Бірақ ол сіздің көтерілуіңізге септігін тигізді. А енді масштабқа шығу үшін оны басасың. Иә. Деген сияқты. Потому что даже дамудың өзі ол
сатылардан тұрады, Сол. ол уровеньдардан тұрады. Если, например, бізге было бы выгодно, бізге если бақыт әкелетін болса, біз всегда только эгомызбен көтеріліп жүре бермедік па? Ол түбінде бақытсыздық қалып барады да бәрі ше. Лаура, мен мынандай сұрақ қойғым келіп боласың ғой кетті. іштен. 22-десің, кино түсіріп тастадың, әке шешеңе мысалы мен өйтіп әпермеген машина ше, енді күйеуім әперген папасына, машина әперіп тастадың, алдысың, машалла, молодец, продолжай в том же духе. Бізде ана HR капиталда айтатын, молодец десең адамды өлтіресің деп ше, продолжай в том же духе деп айту керек деп ше, жалғастыра бер, жарайсың. Соның бәріне сен лаулап тұрған не ішіңде? Маған қызық болып кетті, просто не знаю, сұрақ келіп кетті. Не? Менен сұрап жатсың, мне тоже интересно. Істеп жатсың ғой, сен тоқтамай жатсың ғой. Қазір аяғың ауыр болса да молодец, істеп жасап, не лаулатып жатыр сені? Өмірге деген не жетпейді саған десе. Жоқ құрсын. Өмірге деген дәмді жоғалтып алмай, талпына беруге не саған әсер етеді? Маған қызық мысалы. Знаете, менде всегда андай өмірден андай мен өзіме, мен почему я не знаю, но табиғат ағайдың өзі айтады, сұрақ қоймаған адам ғана өлі адам деп. Сұрақ қойсаң болды, сен бүкіл нәрсенің жауабын таба бересің деп. Маған всегда бүкіл нәрсе сұрақпен қызық та. Мен кішкентай кезімнен солай сұрақ қоя бередім. А что дальше? Мен кім бола аламын? Неге маған бұлай бүйтіп сөйледі? Мен қалай енді істей аламын деген секілді нәрселерді өзіме қоя беремін да. И мен бір андай өмірге ашпын да, содан ше менің сұрағым таусылмайды ешқашан. Кішкентай бала сұрақ қоя береді ғой, мен солай сұрақ қоя беремін. Сұрағымды өмір маған жауап береді ғой. Ол маған ақшалай да жауабын берді да, мысалға. Мен оны ақшаны алдым, ақшаны аузыма тықтым, алдым брендімді, но мен потом түсіндім да, что-то мына бренд кайф бермей жатыр ғой. Дальше что? Не істейміз? Деген уже бет-бет тіріліп бастаймын да. Мені всегда мною движет ол менің процесстен ләззат алатыным. Әдемі. Мен андай процесс маған ұнайды да ше. Конечный итог, конечно, мен нәтиже алғым келеді, ақша тапқым келеді, мен бай болғым келеді да, но процесстің өзі маған қызық. Я мен айтпаймын, мен бүкіл процесстен кайфовать етемін деп. Нет, конечно. Процесстің барысында мен жылаймын да, қиналамын да, мен біреудің шашын жұлып алуым да мүмкін да. Енді сондай бір характер тоже бар да, мысалға да. Но мен солсын барып, вот бағанағыдай жатам ғой үйде кино түсіріп болған кейін анализировать еткенде менің миым кайфовать етеді ғой. Құдайым рахмет, ана кезде андай болыпты ғой, мына кезде андай болыпты ғой, вау деген секілді. Мен сондай сәттермен өмір сүремін, впечатлениемен. И сол процесстен сол впечатлениені алған кезде мен, короче, бақытты бола берем ғой. Уровень счастья я так поднимаю. Әдемі. А вот бәрі процесстен қорқады ғой. Тек нәтижені қалайды. Мәселе сода болып тұр ғой. Мәселе де сода, проблема да сода. Иә, жаңа ғана как раз бір сөйлесіп жатқанда мен айтамын да нәрсені. Адамдардың бәрі алады да өмірдің заңдылықтарын қабылдайды олар. Күннен кейін түн болатынын, сағат 11-ден кейін 1 емес 12 болатынын нормально қабылдайды да. А бірақ жеңілістің процесін арасында иногда жопаға кіріп шығу керек екен. Адамдар қабылдай алмайды да. Адамдар мен салдым ғой ақшаны, ақша сразу келу керек дейді да ше. Курстың мәселелері. Иә, адамның өзінің қалай өзі внутренний осы өмірдің заңдылықтарын қабылдамауы оған и нәтижеге де жетуіне көмектеспейді, и бақыт сезімін сезінуге де көмектеспейді. Маған не имеет значения, сколько у тебя денег. Да, мне имеет значение сенің айтып отқан сөзің мен істеп отқан ісің. Я мен сен қалтаңдағы ақшаңа қараймын, потому что қалтасында ақша жоқ, өзі кредитта, бірақ капец күшті өмірді көрсететіндер бар ғой. Ол жағынан емес. Мен былай айтамын, маған маңызды емес сенің қалтаңда ақша бар, насколько ты сделал себя счастливым. Маған осы маңызды. Осы маңызды. Әдемі, иә. Насколько ты сделал себя счастливым. Қаншалықты сен өзіңмен шынайы болып тұрсың. Иә. Сондықтан да, мне кажется, андай ғой, как сказать, білмеймін, адамдар өзі ойлайды только, ой, Лаура, мен бірдеңе істейін деп жатырмын. Лаура, сен істейсің. Біз қоя бер, сен істейсің дейді да. Мен айтам да, мен де сіздер секілді қазір фильм прокатқа шығайын деп жатыр. Я не знаю, что ожидать. Возможно, оно кассу соберет, возможно, не соберет. Мен көріп кел емеспін. Менде ешқандай сенім де жоқ, менде ешқандай сенімсіздік те жоқ. Менде нейтралкада көрейік, істейік. Барымызды қолымыздан келген істейік, жасайық. Результатты жаратушыға тапсырайық. Иә. Қандай результат түбінде шықса да, ол результат мені позорить етсе де, или ол результат мені атқызып жіберсе де,
ең маңыздысы ол результат мен үшін хайырлы да. Мен білмеймін қалай ол мен үшін хайырлы болады, но жаратушы түбінде бәрібір мен жеңімпаз ететініне мен сенемін да. И даже осындай бір жопытпен ол мені бүйтіп шығаруы мүмкін да ше. Сондықтан да мен андай тек ақшамен, тек соңғы жеткен нәтижемен өзім жасап жатқан істерімді еш өлшемеймін. Өте дұрыс. Өте дұрыс. Сол үшін сол жерде кетеді ғой негізі, құнсыздандыру, бақытсыз болу. Бүйтіп көзге көрінетін результат алмаса адамдарда уже как будто ничего не делаю деген секілді болады да. Результат дегеніміз сенің жаңағыдай құлауыңмен, сүрінуіңмен, көтерілуіңмен сияқты, иә, процесспен сияқты, иә. Сен даже ол жерден материальный игілік көрмесең де, сен бір рухани өсіп кетуің мүмкін да ол жерден. Или өмірден бір керемет опыт алуың мүмкін да, ешкім бермейтін. Сен өте құнды адаммен танысуың мүмкін сол жұмыстың барысында. Сен өмірдің сен қай жағынан саған сыйды дайындап тұрғанын білмейсің да. Ал сен бірақ андай тәкаппарлықпен мен істедім, бірақ уже результат жоқ деп өзіңнің өлшеміңмен өлшеп тұрсың. Ахватпен өлшеп тұрсың да өзіңнің цифраңды бәрін. Өте керемет бар ғой. Ал шын мәнінде вообще Құдайдың сен шексіздігін сен елестете де алмауың керек та негізі. Оған просто сену керек. Дұрыс айтасың, иә. Мысалға, мне кажется, мысалға, например, да, жаңағы киноның материальный благосынан бөлек, материальный түсетін кассасынан, табатын табысынан бөлек, мен реально нәрсеге сенем, менің түрімді қаншама адам көреді, иә. Мықты продюсерлер ертең мені замечать етуі мүмкін. Өте күшті киноларға мен шақыртып алуым мүмкін. Маңызды емес, мен кассадан қайттан салған бюджетімді шығарып аламын ба, шығарып алмаймын ба. Маған маңыздысы одан бөлек. Еще ойлашы, осындай фильмді осындай қаржыға түсіресің да, и оны сен прокатқа шығармасаң, сенде өмір бақи әттегенай қалып кетеді ғой. И че мен мынаны ютубқа шығару үшін шығардым ба деген нәрсе қалады да, ол бәрі бірдей ше. А мына жерде сен жасайсың, көресің. Попытка жасаған сайын сенде жетістікке жету негізі көбейеді. Мысалы, мына жерде осы 10 саусағым біреуінде мен бір цифрды жасырдым. Тауып көріңізші. Мизинец. Жоқ. Не знаю, указательный палец. Бір саусақ қойыншы, құрсын 10 саусақ қойып жүрмін ғой. Булгари тұрған деп па? Булгари тұрған жер. Дұрыс. Мысалы да, сіз 3 рет попытка жасағаннан таптыңыз да. Біз попытканы жасай берген сайын түсесің сен ше, әйтеуір. Сондықтан тоқтамау керек. Молодец, Лаура. Кәдімгідей жарайсың. Фильмің өте үлкен касса жинасын. Алла жаса. Әмин. Сен уже бір жаңалық жасадың. Уже бір өзгеріс жасадың. Сондықтан да бұл біраз жастарға, даже бізге үлгі деп ойлаймын. Көп рахмет, Жанерке ханым. Қолдауыңызға, шынайы ниетіңізге. Негізі, мен өзім ана нәрсемен бөліскім келіп тұр. Не знаю, қабылдайсам ба, қабылдамайсам ба, бәрібір деп ше. Оқырмандарға андай біздің өзімізде мысалға блогерский круг деген нәрсе болады, экспертный круг деген нәрсе болады. И сен сол жерде жүріп өзің бағанағыдай бірнеше этаптан өтесің ғой. Барлық блогер, барлық эксперт бізге бір-бірімізді де мы же зеркалим друг другу. Жаңа сіз басында қабылдай алмадым, қалай не істепті ал дегеннің өзі, например, ол тек сізде болатын сезім емес. Ол бәрінде болады. Ол менде де болады, если мені біреу сөйтіп шақырып тұрса деген секілді ше. Но бірақ анау біз қазір осыны адал мойындап отырғанымыз, өйстіп шынайы бір-бірімізге қолдау көрсете алып отырғанымыз, оның өзі мен үшін андай бір тазалықтың белгісі. Ол ана жуынып алғанда келетін тазалық емес, ол энергетиканың тазалығы да. Сондықтан да осындай эксперттердің біздің рынокта көп екендігіне, сіздің солардың бірегей екендігіңізге мен өте қуаныштымын. Рахмет. Шын мәнінде ертең Құдай қаласа Лаула фильмі үлкен экрандарға жол тартқан кезде лаулататындай адамдарға әсер қалдыратынына сенімдімін. Осы жолда, осы миссияда маған көмектесіп жатқаныңызға үлкен рахмет, потому что ол проекттің мен айтамын, мен ақша таппасам да маған өйтпей қойшы, мен оны баяғыда ақтап алғам деймін, уже мен арды қанша жасап ақтап алғам. Менде оның үлкен миссиясы бар деймін да. Сол миссияның жолында сіздің де бүгін бір үлкен бір септігіңіз тиді. Көп рахмет деп айтқым келеді. Сіздің де ішіңіздегі отты лаулатып жатқан, әлі күнге дейін ішіңізде отырған, всегда отыратын кішкентай Жанеркеге рахмет, жаным, девочка болып келіп отыр ғой бүгін. Сондықтан да бүгінгі еркелеп кеттім ғой. Өзім Жанеркемін. Как раз еркемін десеңші. И бүгін мен сізге арнайы шақырту бергім келеді. Бұйырса 21 апрель, ол мен туған күнім деп шанау. Ол мен туған күнім деп. Түсіндік намекті десең.
21 апрель мен өзім туған күнім. Керемет. Сол туған күнге біз ниеттеніп Алматы қаласында екінші рет и блогерлермен, достарыммен, оқырмандарыммен қоса Есентайда біз тағы да бір рет кинопоказ жасағымыз келіп тұр. Любой оқырманым келіп билет сатып алып кірсе болады. Орын саны бірақ тоже шектеулі, оны айтам жақында. Ал сіздерге кіру арнайы тегін, конечно же, үлкен арнайы шақыртумен. Давайте боксты берейік. Қайқа тұқтыңдар? Мына екен. Ой. Сізге, жұбайыңыз екеуіңізге бірге шақырту. Жаным, келіңіздер. Біз Қазақстанда болсақ міндетті түрде келеміз. Осындай сөзіміз бар. Білдірмей мақтанып қалды. Жоқ, просто алдын айтып Кімді бештейді осындай ол нәрселер. үйреніп алыңдар десең да. Рахмет, Лаура. Міндетті түрде сторисінде анпакинг жасап, оқырмандарыма бөлісіп, қолдау білдіреміз. Бір-бірімізді қолдамасақ, неғып жүрміз деген сияқты ғой. Жарайсың, тек қана алға баса бер, ісіңе, жалпы өзіңе сәттілік тілеймін. Тек қана жана бер, өсе бер, өне бер. Біздің подкастымыз что-то тез бітіп қалды. Сараньо! Всем рахмет! Ұнаса, комментарий жазыңдар, бізді белгілендер. Мен осы подкасттағы керемет жерлерді, инсайттарды қырқып алып, өздеріне салған жандарға. Бір сыйлық берейік та, бір нәрсе? Сыйлық берейік. Давайте, да, сыйлық берейік. Не береміз? Ең күшті шынайы дейікші, бүгін шынайылыққа басымдылық бердік қой. Шынайы әдемі пікірге мен өз атымнан косметикалық набор. Бокс па? Бокс. 70 мың теңгеге. Нормально ма 70 мың? Күшті, Білмеймін, ауызыма 70 мың деген сөз шықты. Болды, 70 мың Набор теңге деп ниеттендік. Все, тогда... Лаураға табыстаймын, өзі сол жақтан таңдап жіберетін болады. Капец, классно. Кімге бүгінгі выпуск ұнады? Конечно, боксты жеңіп алу ол бір приятный бонус. Ал сіздің шынайы бөлісуіңіз сол пікірмен, шынайы сіздің салуыңыз, ол бір сіздің өзгерісіңіздегі үлкен момент. Может, бүгінгі подкасттан алған инсайт дейміз? Инсайтты ең күшті инсайтпен, ең күшті моментімен екеуміз де белгілеу керек и салу керек. Все. И бокс сіздердің үйлеріңізде болады. Құдай қаласа, келесі кездескенше сау!